Мен сізді Арбатта көріп қалдым, ана видеороликте, который мен таныған адамға 2000 теңге беремін деген. Сол контент. Сол 2000 теңге өзіңізде қалды ма деген. Давай күліп алдым сосын айтайын. Қолдап тұрмын, брат. Жоқ, бедек 2000 теңге өзінде қалмасын. Сен әйтеуір танимын деп. Маған 2000 теңге керек болып тұр. Мен сізді танимын, аға, өнеріңізді құрметтеймін. Марат, айттым, позорымыз шығады деп айттым мен саған. Мәке, сен идеяң ба? Бір жаймен бастамадыңдар, 500 теңгеден бастамадыңдар. Негізі мынандай жоспар болды да. Еркін аға, көзіміз жетеді, білеміз, сенеміз, қазір 20 000 теңгеңізді халық үшін аямайсыз. Мен айттым, 2000 ұят қоя дедім да. Біліп жатқан, естіп жатқан көрсе не дейді? 10 жыл бұрын көп ақша бірақ ғой. бізге қазір осы реакция керек деді. Кім айтты бұны? Мәкең, Директорыңыз. Директорым айтты ғой. Марат, айтшы сен ғой айтқан десең. Nokia айкамен бұл изначально запланированный сюжет болды да бұл. Мара, неге өйтіп шығындандыңдар? Содан не керек? Жарайды дедік қой. Бізге жаңағы сәл адамның пікірі керек, астында көп комментарий керек деген сияқты. Жақсы пікір емес, негізі. негізі Жақсысы да бар, жаманы да бар. Сол 2000 теңге негізі сол жерде өтіп кетті. Әйтпесем қазір бір 20 000 ұсынсақ, жарайды деп қабылдайды да жұрт астына кіріп, не болды құның 2000 теңге ма деген сөздер болмайды да. Черный пиар тоже пиар. Брат, мен осындай темамен кездесіп Даниярдың осы жерде сахнада айтып отырғаны, значит, өтіп кетіп тұр ғой. Иә. 2000 теңгенің өзі. Күшті ход. Мәке, келесіде 1000 теңге.